Өзің түзел, содан соң өзгені түзе. Жалығу мен тарығу жаныңның терезесі мен есігі. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Адамдарды соңынан ерткің келсе, олардың соңынан өзің жүр. Бар екендігін адамдар байқамайтын көсемдер ең жақсылары. Мәрт халық соғыс отынан әрі жүруге тырысады. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге күші жетеді. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз, кез келген іс ойдан басталады. Сабырлық жақсылықтың қайнар көзі. Шындық даусы құлаққа жағымсыз. Адамдардың заңы жақсылық құру және ұрыс дау-дамайдан аулақ болу. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр, қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Өзендер мен көлдердің жүздеген тау бұлақтарынан су жинайтын себебі, олар бұлақтардан төмен орналасқан. Осының арқасында олар барлық тау бұлақтарын уысында ұстайды. Сол сияқты жоғары тұрғысы келген данышпан өзін төменге қояды. Өзіңе өзің сене алмасаң, жұрт саған қалай сенбек? Астан да, адамнан да аттап өтпе. Жақсы адамның сөзі де, ойы мен ісі де ізгі. Дарынды немесе лайықты адамның өсуіне кесе көлденең тұрма. Алдау арбау арқылы қызмет бабында өсуге тырыспа. Шындық даусы құлаққа жағымсыз. Өнер мен сауда-саттыққа кедергі болма.